Итак, барлықтарыңызға қайырлы күн. Влог продолжается. Арман екеуміз движение Алматыда күнде таңертең тұрасың. Движение әйтеуір күнде бір встреча анда бар, мында барасың. В общем, қол босамайды, тірлік движение ғой. Да, вообще. Күн ыстықта шапка киіп алатын бір әдеті. Үйде шапкамен рэпер ма бірдеңесі. Арманның бір арманы бар осында. Ойыншықпен қатты ойнайтыны бар. Сол ойыншық алып беріп, бүгін ойыншықты риза қыдай риза болып қалған. Ақсайдың ортасындамыз. Самый опасный район. Қатты опасный емес, бірақ опасный район деп білмеймін, бірақ андай музиктер талпамен жүрген балаларымыз жетілі қыздар көріп отырып қана жақта. Беш жолдан кеш Қазақстан тілінде түсі шықтым басын жетті көліне қойма рифма кетті негесі маған тек оның деп атсың ба бір бір мен қарап алсайшы бір бұл жазба ақындар болады ғой өзі сондай ғой бұл негесі маған тек шектеймін саған сабайын жасаймын себебі балалардың ашық берен оңтүстікке сәл келімен бол маған кел құлақ кер мені танымаса себебі мені танып бүкіл қазақ жастар баста әңгіме баста сағызы созбай мақарат аспа 6 классы осыны тыңдадым басы раунд потолок. Какая парада? Да нет шприц? Ой шприц дейтін укол емес бар ма? Мамасы Оралда тұрады, соған подарка берейін деген ғой. Қандай подарка көрсетесіз? Соткы бар кәдімгі жаным палуан берекесін берсін ризамын оған күн құтты болсын осы почтаны Оралға беріп жібересің болсын да красавчик. Мына жақта кісілер көп, біздің Балқашта 3-4 адам тұрады ғой. Мына жақта жолда пробка, адамдарда пробка. Екі Шумахер келді, палуандар. Алматының түнделеп сылап жүрген сіздер ма, көкелер? Екеуің гаражы өші жер, ешкім тиіспейді әйтеуір. Үйде 2 бай осы. Бүкіл Алматыны асырап отқан сендер ғой, тамақ апарып. Че там, не тірлік, не движение? Қолдарыңызды алып қояқшы бір, палуан. Ассалаумалейкум, уалейкум салам. Ақырда. Еңбек құрсындар, красавчик, риза болды. Баня малолетки сауалдық деген ғой. Не знаю. Да увидимся, братва. Красавчик, Шумахер. Бұйырса мотоцикл алыңдар. Chevrolet Cobalt алыңдар. Короче, Арман екеуміз түнделетіп қайда келдік? Есентай молға келдік. Ең кайфовый, самый мощныйлар жүретін, машинаның түр-түрі жүретін, вип-казаскалардың бәрі неше түрлі жүретін осы Есентай мол. Бүкілеріміз авария оқып, блин, артына кіріп кеткен ғой. Енді қалай шешер? Есентай молдың артқы бейнесі, түнгі бейнесі, таза мощныйлары осында алт жағындағы. Осы Рилс Карлтон емес, еба Есентай мол дей берейші. Мына жақта ар жағында жолдың бойы бар ғой, Әл-Фараби. Сол Әл-Фарабида бүкіл гонщиктарда жүреді, бүкіл шашкиларда жүреді. Шашка ойнайтындар да сонда жүреді. Осы мына жақта бір адамдар бар, Алматинский Вайпи. Қазақ Казгу дейтін университет бар. Соның бір жанындағы стадионда. Стадион ба қалай? Футзалға келді. Мына мына жақта өзіміздің көкелер футболды бастап кетті. Гол ғой, гол. Яр, давай, алды. Хорош. Негізі футболды қатты ойнамаймын, былай кішкентай опыт бар. Мектеп кезде бір қатты қисық аяқ болатын ше. Сол аяғым дүндеп, қазір тәл-пәл ударлар бар. Мектеп кезде дышыдан, физрадан Ахатағай береді. Ахатағай, если что көріп жатсаңыздар, қазір мен аяғым прямой. Енді әдемі команда, Арманның командасы. Уже гол. Армика жай ойнасайшы. Мына жақта, короче, Ерасыл братандар бар, көкелеріміз бар. Ерік братаның несі ше? Ерік братан. Арнат. Ерік болады. Самый онша емес стендапер, жоқ стендап, мощный потолок. Жетімдер деген кино көріп еді, содан көрдім осы. Бір прикол бар, короче, тұрады. Қызбен бар, қандай кино көрсек болады дейді. Жетімдер дегенді көрді. Соны мектепке тығам өтпейді ғой. Удар. Хорош! Адуши за игру, брат. Влог қандай? Адуши. Танимын, бірақ түрін. Екеумізді Сайраның атынан жүгіріп бар. Бірақ жоқ, сенікі басқа. Жоқ, Адуши. Арнатқа жазылыңдар. Адуши брат. Арнат красавчик. Ризам. Арнат аяғым сынып шайжады. Адуши. Арнат күшті гол салды. Адуши целой. Адуши брат. Солға қарай, солға.
Жанға қарай кет, ёп твоя мать, былай кетсе қиял. Маңызда қалай түсіп кеттің, берекесін алдың ғана. Мәсе дыстап тұрып отырмын, а? Бізді поездка бітті. Казино закрыли, накрыли в один день всех подряд. Нельзя играть в Алмате, в Акимате говорят. Много девчат платят. Мақсатсыздар мекені Арбаттамыз. Қайда барсам да осы арманы тастамаймын айтады. Ебат жүн тұрады екен. Нешеден барады мынау? 2000 мыңға. Шыннан берсейші? 50 мыңнан барады. Ауылдан келген ғой, сол қалаң көрсетіп жүрген ғой. Енді ауылдан келдім. Қош, палуан базасы. Қай ауылдан? Еркекші. Шымкенттің қай жерінен? Еркекші. Негіз қай жағынан келдің? Қырғызстаннан келдің бе? Еркекші. Базар жоқ, жерлес тауып алғансың ғой. Здравствуйте. Вот материалы классные. Кыргызстанские все. Ну, если будем договориться, можно 2000 по твоей. Неше рады? 7000 по идее. Ну, нешеден брат? 4000 брат. Болды, әпке бара беріңдер, қарайым ғой. Это по 4, по 3, полтора, по 1000. Договоримся. Қырғызстаннан келген брат екен, риза болып отыр. Сонау Қырғызстаннан келіп осында бизнес істеп жатқан бар. Міне осындалар ғой, қарасы бар ма екен? Әпке осында қарасы бар ма? Қараны мынадай. Алдында ойып-қоюлар, а? Мынау қаншадан? 2000-ға бермейсіз бе? Мыналар қаншадан болып отыр сақиналар? 5000. Жақсы екен, жақсы досым алды. Музей тонағансыңдар ма? Шыннан шаппарымыз. Сұртып ой, кекі. Сол сұртпыш. Егер сұрт берсен, Брат, саған да емес, маған да емес, екке алайық та жаңағы сумканы. Болды ғой, братан, риза болдық қой. Потологын қойдың ғой, братан. Абдушир родной. Еші Алматыға келсеңіздер, осы Қырғызстандызге бауырымыз. Атыңыз кім болады, ағатай? Абдулла, осы Абдулла көкемізге келгеніңізде риза болдым. Осында істейсің бе, қай жақтықсың сен? Нарынқол. Еркексің. Нарынқолдың өзіненсің бе? Иә. Еба! Балқаш? Мынау уже Алматы емес, басқа бір Нью-Йорк па, сондай сияқты. Камерадан кішкентай атак былай көрсең, үлкен ғой негізі. Скорыйлар шашкавай өтіп жүр ғой, потолок. Балдар, мынадан кейін шетел, метел, не надо. Мынау деген государствоның берген сыйы ғой. Нұрлы тау деген кезінде осыны ютубтан көретін, басқа мемлекетте шығардысам, өзіміздің Алматыда екен ғой арман. Таулар камерадан кіп кішкентай, даттау кішкентай. Бұлай өзің қарап келсең, өзі кішкентай болып тұр ғой. Блогерлардың питагы болады ғой. Бүкіл блогерлар осында машина алса да, үй алса да, бірдеңе істесе, әйтеуір ішіп пысқанның бәрі осы парковкада ғой. Полный оборудование 2 миллион тұрады. Еба. Сенен қымбат қонау камера брат. Мен естіп тұрмын ба? Жоқ. Что за музыка тыңдап? Мобилографтың мобилографы бар ма? Еба. Сен мобилограф мен ба? Заемщиктер сияқты істеп жүр. Терпила сияқты жаңа. Кезінде бөкей влогтарды көрген кезде қаншама блогерлар осы питакта жүреді. Сол кезде осылармен бірге бірдеңе видео түсірсем екен. Сол арманға сол кезде бір осыдан 1-2 жыл бұрын армандап сөйтіп бөкейді көріп, басқа да блогерларды көріп отырып, тура осы питакқа келу қызық болады. Сол кезде ойланып осы жерде болсам екен деген кезде, прикинь, сол жерге келем ғой, еще сол армандар жаймен орындап келе жатыр да. Өзім қатты риза болдым. Жарнама емес, еш жерге ақша салмайсыз, ақша алмайсыз. Бесплатно, манжай. Просто лайк. Ты қатыспайсыз десең. Хабарласып тұр, білесің мекен жайымды. Ножым потревожит весь ағайынды. Қасымда жүрім маймыл. Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде Киінсай бағдарламасында медет ағам үстіндегі барлығы нештенге примерно жоқ дегенде 500-600 шығады. Все, рахмет. Өз сұрақ қойып жауап берді. Короче, медет ағамыздың машинасына обзор. Hyundai Elantra түріңнен сол жаным. Hyundai Elantra, Accent, Kia Rio дейтіндер негізі машиналар жесткий болады. Кішкентай ямочканың өзі кожаный, кең. Қазақтың жігіттері бар ғой, арыстандай ғой. Чек жанып тұр, жерде чекті өшірсе потолок болып тұр. Мына жақта круиз контроль дейтін не біле, мынау не екен білмеймін, бірақ ше білсеңіздер, жас кетсеңіздер, дальний бөлек екен. Мынау не екен шандай, мягкий шандай қыры. Рульдің бәрі четкий базар. Жақ бардықша қол қоятын бар. Үстінде люк бар. Люкпен кайф не. Короче, пештің передосмотр деймін. Предпоказына келдік, бірақ мұндармен кайф. Предпоказ ба? Болды. Блок сұратын ма? Асан қойсты. Блок қой.
Есентай молдың 4-ші этажында болайын деп настрой 5-ні спортивкамен жүрміз. Вообще бүгін просто так дворға шығып байын түсіреміз деп Есентай молдан бірақ шыққанымыз ше. Бургистер чемпион болды, сендерге қатты болайын деп. Негізі андай команда едіңдер ғой сендер, Сыбағам еді. Қалай аты? Созақбай дейтін мужчина команда. Бала кезімнен байлы істедім ғой. Құтманды кечіңіздер менен қымбатты отағандар. Бүгін мына ушу біз 2,5 ай ушунча өлкөдө жүрүп, ушул кинону жаратып келдик элек. Бүгүн сиздер ушуга күбө болуп көргөн келдиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Эми бул кинону айтып отуруштун кереги жок. Азыр мына өзүңүздөр көрөсүздөр кандай эмгек болгонун. Бул жерде чоң эмгек болду. Русландын жардамы, анын тегерегиндеги бүтүндөй ошол команда. Апамды жай мекеге апарсам, апам жұмаққа кіреді екен ғой. Жай алып барсам апам жұмаққа кіре ме? Иә. Жұмаққа ма? После фильма Бич осындай мына жақта көкелеріміз интервьюдан интервью кетіп жатыр ғой. Андай қазақстанский кино қандай болмай мощный цветті бүкіл звездалармен там кезіп мощный. Осымен влог бітті. Всем от души, всем пока, всем до свидания.